жүрегім қобалжып әкеткені бәкір саяна. Осылай магистратураға түсіп қуанғың келе ме? Ендеше менің айтар лайфхактарымды түртіп алып, видеоны соңына дейін қара. Ең әуелі магистратураға түсудегі мақсатың не? Бакалаврдан кейінгі оқуды жалғастыру, ай сайынғы магистратураның стипендиясына қызығу немесе әскерден қашу. Магистратураның тестін тапсыру үшін сіз алдымен өтінім бересіздер. Өтінімді 4-ші курс студенттері диплом алғаннан кейін барып бере алады. Қалып қоймайсыздар, уайымдамаңыздар, себебі дипломдағы мамандықты өтінімде көрсетуіңіз керек. Тест-центр бұл уақытты жариялаған кезде қалып қоймасаңыз болды. Алдыңғы жылы тестке қатысу құны 11.020 теңге болған. Каспи арқылы төлеп онлайн заказ бердік. Өтінімде сіз тест тапсыру орнын, тілін, бағытын өзіңіз анықтайсыз. Бағыттан қателесіп кетпеңіз, яғни сіз мектепте мұғалім болып қызмет атқарғыңыз келсе, ғылыми педагогикалық бағытты таңдайсыз. Ал керісінше жай магистратура маған тек диплом үшін, тек дәреже үшін ғана оқимын десеңіз, сіз бейіндік бағытты таңдайсыз. Бұл екі бағытты шатастырып алмаңыз, себебі екеуі екі түрлі. Ғылыми педагогикалық бағытқа мысалы грант көбірек бөлінеді және оның сұрақтар саны да көп болады. Ал бейіндік бағытқа керісінше оның мүмкіндіктері аз. Бейіндік бағытта сұрақтар саны да аз болады және грант та аз бөлінеді. Жалпы магистратураның тест тапсырмалар саны 130 сұрақ, 4 сағаттай уақыт беріледі. Сіздер мынадай 4 пәннен тапсырасыздар. Ағылшын, яғни тыңдалым, оқылым, грамматика, оқу дайындығын анықтауға арналған тест. Бұл ТГО деп аталады. Бұның өзі екіге бөлінеді. Ол сыни ойлау, яғни математикалық сауаттылық, аналитикалық ойлау, ол оқу сауаттылығы. Одан кейінгі бейіндік пәндер өзіңіздің дипломдағы мамандығыңыз бойынша 2 бейіндік пәннен тест тапсырасыз. Бірінші лайфхак: тест-центр сайтына кіріп, танысып шығыңыз және Instagram, TikTok парақшаларындағы ақпаратты жіберіп алмаңыз. Сіздің басты көмекшіңіз осы тест-центр сайты. Екінші лайфхак: ағылшыннан 12 шақты жаттап алыңыз. Тіпті сізді ұйықтап жатқан кезде оятып жіберіп 12 шақты сұрайтын болса, сіз айтатындай тарсылдатып жаттап алуыңыз керек. Түсініп жаттау керек. Тыңдалым мен оқылым ол оңай болады ағылшында. Бастысы грамматикаға дайындалып, тесттер талдап, тест талдаған кезде оны түсініп талдасаңыз, сіз ағылшыннан оңай өтесіз. Немесе курстарға қатысуға кеңес беремін. Сіздерге ұсынатын 3-ші лайфхак: математикалық сауаттылық бойынша. Егер сіздің 5-ші сыныптан бастап фундаментіңіз математикадан күшті болатын болса, сізге математика қиынға соқпайды. Ол жерде жай бөлшектерді көбейту, қосу, азайту сияқты ұмытып қалсаңыз, егер сондай тақырыптарды сіз қайталап алыңыз. Көбінесе диаграммамен жұмыс, кестемен жұмыс, проценттерді шығару сияқты сұрақтар, есептер келеді. Оны сіздер шығара аласыздар. 4-ші лайфхак: аналитикалық ойлауда ешқандай қобалжымай, мәтінді мұқият оқып, жұмыс істесеңіздер, 15 сұрақтың 15-іне де жауап беруге болады. Бұл сіздің аналитикалық ойлауыңызды тексереді. Бұл математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы жалпақ тілмен айтқан кезде, яғни сыни ойлау мен аналитикалық ойлау екеуі қосылып, кейде ТГО деп те аталады. Барынша қате жібермей мұқият орындаңыздар, себебі әрбір балл шешуші рөл атқарады. Бейіндік пәндер бойынша Google-ға тест-центр сайты деп жазып, ондағы магистратураға түсушілерге деген
бөлімде барлық ақпаратты көре аласыздар. Жаңағы мен айтқан тестілеудің форматын, оқуға қабылдау қашан деген сияқты нақты мәліметтер осы сайтта жарияланады. Тестілеуге дайындық деген жерде кешенді тестілеуге дайындық үшін деген батырманы бассаңыздар, сіздерде М104 мысалы, осы мамандық бойынша бейіндік пәндер қандай болып келеді, қандай әдебиеттер тізімі ұсынылады, соның барлығын көрулеріңізге болады. Мысалы, біздің мамандық М017, мына жердегі беттер санын бассаңыздар, М016, М015 деген сияқты мамандықтарға дейін баруға болады. Біздікі мысалы 6-шы бетте. Міне, М019 шет тілдер педагогтерін даярлау, орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау және қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлауды бассаңыздар, қазақ тілін оқыту әдістемесі мен педагогика деген екі пән, яғни бұл сіздердің бейіндік пәндеріңіз, магистратурада тапсыратын бейіндік пәндеріңіз. Қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша сіздерге ұсынылатын әдебиеттер тізімі Word форматында жүктеледі. Соны ашып қарайтын болсаңыздар, соңында 9-шы пунктте ұсынылатын әдебиеттер тізімі беріледі. Осы әдебиеттер тізімін оқып дайындалатын болсаңыздар, сіздерге бейіндік пәндерден ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын. Тест-центр сіздерге айдаладан, ойдан тест құрастырмайды. Осы ұсынылатын әдебиеттер бойынша дайындала аласыздар. Келесі ол педагогика. Бұл жалпы педагогтер үшін ол физика болуы мүмкін, химия пәнінің мұғалімі болуы мүмкін, немесе музыка педагогтерін даярлау болуы мүмкін. Барлығына педагогика бір бейіндік пән болып есептеледі. Осында сіздерге 9-шы пунктте тағы ұсынылатын әдебиеттер тізімі дегенде әдебиеттер тізімі берілген. Осы тақырыптарды оқып біліп алсаңыздар, сіздерге педагогика сұрақтары оңай болады. Әр бөліктің шектік балы болады. Мысалы, сіз ТКО-дан бейіндік пәндерден күшті жинап, ағылшыннан 24 балл алып қалатын болсаңыз, онда сіз тіпті магистратураның ақылы бөліміне де тапсыра алмайсыз. Себебі ағылшынның шектік балы 25 балл. Барлық пәннен өзінің шектік балы болады. Мысалы, ағылшын 25, ТКО 15, бейіндік пәндерден 7 балдан әрқайсынан асу керек. Магистратура бойынша гранттар тізімін 2020, 21, 22 жылдардағы магистратураға түскен, грантқа түскендер санын қарауға, тізімін қарауға кеңес етемін әрине, бірақ ол сіздің поколенияңыздың көбірек балл жинауына байланысты болады. Мысалы, 2020-да аз балл алғандар үшін грант саны көп болып, аз балл алғандар көбірек түсіп кетсе, 2022 жылы ондай мүмкіндік болған жоқ. Себебі біздің поколениямызде жоғары балдар көп болды. Сол себепті сіз тек қана шектік балдарды жинасам болды деген ұстанымда болмай, көбірек балл жинаңыздар. Мысалы, ағылшында тыңдалым мен оқылымнан жинап алуға болады. ТКО-да әрбір сұраққа мән беріп қарасаңыздар, логикалық түрде оны шешіп, жоғары балды жинап алуыңызға болады. Бастысы академиялық адалдықты сақтаңыздар, көшіру, шпаргалка пайдалану деген нәрселерді ұмытыңыздар, себебі аудиториядан бірден шығып кетесіздер. Бастысы миларыңызға, бастарыңызға сеніңіздер. Дайындықты неғұрлым көбірек жасап, күшті дайындалсаңыз, осы бір ай уақыт қалды. Бір ай уақытта сіз магистратура дайындығын күшейтсеңіз, тестте соғұрлым қиналмайсыз. Дайындықта тер төксең, соғыста қиналмайсың деген сөз бар. Еңбегіңізге қарай жемісін көресіздер. Мен қазір Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде магистратурада оқып жатырмын. Сіздерге де осы жолды тілеймін. Кешенді тестілеуден жоғары балл жинап,
магистратураға түсіп кетіңіздер және баршаңызға сәттілік тілеймін.